Көріңіздер, хабардар болыңыздар. Жылдам ақпарат. Сәлеметсіз бе қымбат көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарынан біліңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Ақмола облысында соғыс ардагерлеріне бір жолғы төлем беріледі. 2025 жылы Ұлы Отан соғысындағы жеңістің 80 жылдығы аталып өтіледі. Ақмола облыстық әкімдігінің мәліметінше, осы айтулы күнге орай облыста ардагерлер мен оларға теңестірілген азаматтарға бір жолғы әлеуметтік төлем қарау жоспарланған. Бүгінгі таңда өңірде Ұлы Отан соғысының 3 ардагері бар. Олар Қосшы қаласы, Бұланды және Бурабай аудандарында тұрады. Әрқайсысына 5 миллион теңге көлемінде бір жолғы төлем 20 сәуірге дейін төленетін болады. Сондай-ақ соғыс ардагерлерінің теңестірілген азаматтарға да төлемдер қарастырылған. Олар 25-тен 30 айлық есептік көрсеткішке дейін мөлшерде қаржылай көмек көрсетіледі. Бұл санатқа жататындар Ленинград блокадасының тұрғындары, концлагері тұтқынында болған, кәмелетке толмағандар, Чернобыль апатын жоюға қатысқан ардагерлер мен мүгедектер, сонымен қатар өзге мемлекеттердің аумағындағы соғысқа қатысқан ардагерлер, Тәжік-Ауған шекарасында әскери борышын өтегендер, Ирактағы бітімгершілік миссиясына қатысқандар және Таулы Қарабақтағы қақтығыстарды реттеуге атсалысқандар. 13-тен 20 айлық есептік көрсеткішке дейін төлемдер төменгі санатты азаматтарға қарастырылған. Тыл ардагерлері, орыс жылдары қаза тапқан жауынгерлер жұбайлары, қаза тапқан әскери қызметшілердің отбасылары, орыс мүгедектігі жұбайлары, бейбіт уақытта қаза тапқан әскери қызметшілердің отбасылары, Чернобыль апатын жою кезінде көз жұмғандардың жанұялары. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.